Бәріне сәлем. Менің JavaScript'ті оқып жүргеніме 3-4 күн болып қалды. Осы 3-4 күнде мен не үйрендім? Не үйрендім дегенде, мен JavaScript'ті ең базовый, ең басынан бастағандықтан, оның алғашқы синтаксисін, ережелерін, переменныйларды, олардың типтерін, JavaScript енді оған типке қатты қарайтын емес, бірақ сонда да өзімнің бұрынғы білетіндеріммен бұл оңай болды. Number, string, float, boolean деген типтерді үйрендім. Сосын әртүрлі циклдерді үйрендім. Әртүрлі деген сол for, while, соларды қолданып үйрендім. Переменныйларға және объекттерді бір қарап зерттеп шықтым. Олардың операторларын және JavaScript'те барлық зат объект екенін түсіндім. Оған мысалға сол document, window, JSON деген сияқты біз қолданатын операторлардың бәрі объект, соның ішіндегі функциялар екенін түсіндім. Осыны түсінгеннен кейін JavaScript'ті қолдану маған бір түсініктірек болды. Сосын тағы не үйрендім? Мен массивтарды қолдануды үйрендім. Мен жаңа ғана осы кішігірім to-do list жасадым. Ол жерде сол массивтарды қолдандым. Мен бірінші барлық данныйды массивқа сақтадым. Массивтің ішінде объектке сақтадым. Ол объектте сол to-do lisттің аты және датасы деп сақтадым. Айтпақшы, және мен DOM-ды түсіндім және сонымен жұмыс істеуді үйрендім. DOM дегеніміз Document Object Model. Ол біздің JavaScript'тің ішінен JavaScript арқылы HTML-ді басқару. Мен сол арқылы бетке әртүрлі заттар қоса аламын, параграф қоса аламын, блоктар қоса аламын, немесе соларды ала аламын, немесе уақытқа байланысты блок кнопканың басылуына, мышканың өткеніне, скроллға байланысты әртүрлі анимация жасай аламын, немесе базаға түрлі данный жібере аламын, браузерде заттар сақтай аламын. Вот сол заттарды үйрендім. Мен қазір өзім үйреніп жүрген курстың 9-шы сағатындамын. Бұл менің ұмытпасам 3-ші күн үйренгеніме. Осы заттарды үйренгеннің кайфына кіріп жатырмын. 3 күн бұрын білмеген затты жасай аламын. Мен қазір мына жерден көрсетейін. Міне мен өзімнің үйренген заттарымды ең басынан көрсетейін. Бұл жерде мен переменныймен және if-else логикалық операторлармен жұмыс істеп үйрендім. Мынау кішігірім тас, қағаз, қайшы ойыны. Егер мен мына бір кнопканы бассам, ол кнопканы алады және компьютер рандомный бір кнопканы таңдайды да, біз мұнда ұттық, не ұтпағанымызды айтады. Мен мысалға қазір rock тас таңдадым, компьютерде тас таңдады. Екеуміз тең түстік. Осы рандомды істедім, ол math операторымен round number, рандомный сан алдым. Бұны қазір жақсартқаным бар. Міне осыны кішігірім ғана. Ал енді екіншісі. Міне мына менің екінші жасағаным. Мен мынаны рандомна тиынды лақтырып, қай жағы түсетінін анықтаймын. Tails асты, heads үсті. Осы рандомды екеуін. Жетіншісі бұл тек берілген өлшемді келесі өлшемге ауыстырады. Бұл сол if-else операторымен орындалған. Мысалға 13 миль десек, оны 20-8 километр қылып береді. Мына жерде функцияда әртүрлі сандар қабылдайды. Мен мына жерге мысалға 10 километр 6-25 миль екен. Енді міне 8 rock sister деген менің бағанағы тас, қағаз, қайшыны жөндеген базасы бағанағы код. Міне бірақ оған мен CSS қостым, әртүрлі смайликтер қостым және сәл реттедім, дамыттым. Және мен мына жерде браузерге данныйды сақтауды үйрендім. Оны объект ретінде переменный жасап, оны сақтап, сосын қайтаран сақталған затты алып переменныйға қоюды үйрендім.
оған конвертация жасау керек данныйларды стрингқа, сосын объектке. Қазір қайшыны таңдаймын? Мен ұттым. Өйткені компьютер қағаз таңдады. Сол сияқты мына жаққа кішігірім стиль қостым. Міне, және RSS корды басса, бұл бәрін басынан обнуляйды. Міне мынау 8A деген код. Мен бұл жерде бағанағы тиынның оң асты не теріс жақ екенін, асты не үстін екенін сәл дамытқаным. Мынау қазір бағанағындай тек басқанда рандомна асты үстін таңдайды. Бірақ енді мен мына жерде тек таңдап қана емес, өзімнің таңдауым жазсам болады, және соны ұтқанымды не ұтылғанымды айтып береді. Мысалға мен Tails астын таңдадым. Міне, мен астын таңдадым деп шығып тұр. Қайтадан флипті басамын. Мен ұттым. Өйткені асты шықты. Міне мына 9 калькулятор дегенім, бұл менің iPhone'ның калькуляторын жасап шығуым. Бұл жерде мен CSS қолдандым, қатты емес. Мына кнопкалардың бәрін гридпен істедім. Әр кнопкаға өзіне функция қойдым, ол осы берілген санды функцияға әкеледі, оның бәрін кіргізеді де, тек бір функция арқылы есебін шығарып береді. Мен бұны басында қиын жолмен істеп көрдім, оған соңында шықпаған соң есіме мына функция түсті. Ол eval. Кез келген, егер сан стринг болса, оны санға айналдырады. Және де осындай қосу не алу деген операторлар болса, олардың бәрін орындайды. Міне мынаны ала аламыз, қоса аламыз. Бұл қарапайым калькулятор. Клерді бассақ тазалайды. Мен бұл жерде көбінесе стрингті санға ауыстыруға біраз ойландым. Міне мынау менің 9 dom деген файлым. Мен бұл жерде сол домның не екенін үйрендім. Мына жақта кнопканы басқанда соның өзгеруін. Бұл қиын емес. Егер мынау мысалға 40 злотықтан аз, 40 евродан аз болса, оған 10 қосады. Ал егер көп болса, солай қалдырады. Бұл өте оңай кодтар. Бұлар менің жай сол үйрену үшін жасағандарым. Мынау да сондай үйренген кезін жасаған бетім. Бұл да өте оңай. Мысалға мен мына жерге атымды жазсам, ол маған сәлем керей деп қайтарады. Екіншісі ол айна. Ол менің осы поляға жазғанымның бәрін астында қайталап отырады. Hello world дедім, ол бәрін қайталады. Егер алсам, бәрін алады. Мен бұны басында өте қиын түрмен жасап көрдім. Ол деген осы поляға жазылған барлық кнопканы қабылдап, соларды бөлек массивке салып, массивті астындағы параграфқа қойып, сосын параграфты әр қойылған сайын жаңартып оттым. Қиын жолмен істеп көрдім, бірақ соңында өте оңайын тауып алдым. Осы. Міне мынау 11 array exercises деген, ол жай массивтарды үйренген кезімде жасаған кодтарым. Бұларды сол көбінесе үйрену үшін жасадым. Мысалға мынау осы массивті array swap функциясы артқа қайтарады. Ол 1, 2, 3, 4, 5 болса, 5, 4, 3, 2, 1 деп жазылады. Мынау add n дегеніміз, ол массивке осы n санды қосып отырады. Массивтің әр санына. Мысалға ол бағанағы 1, 2, 3, 4, 5 болса, 2, 3, 4, 5, 6 болып қайтарылады. Ал min-max функциясы осы массивтағы ең үлкен және ең кіші санды тауып қайтарады. Одан кейін count words функциясы ол массивтегі стрингтарды, осы жолдарды бәрін жазып, қанша екенін шығарып береді. Мысалы, объект ретінде шығарады. Мысалға, apple, grape, apple, apple, banana деп жазылып тұр. Міне мына жерде Apple'дан 2 бар екен, Grape, Bananaдан 1. Ал егер мен мұнда тағы Apple деп жазсам, Apple'дан 3 шығады. Бұл осылай менің массивті үйренуім. Ең соңғы жасаған проектім 11 array HTML. Бұл менің to-do листім. Бұл жерге мен кез келген to-do тапсырма жаза аламын өзіме. Мысалға, бүгін 7-8 болса, ертең орындауым керек. Қосамын.
Енді тағы да осындай заттар қоса аламын. Бұны мен бүгін орындауым керек. Міне, осы екеуі қосылады. Мына жер минималды HTML, CSS. Мен код үйрендім. Бұл жақта DOM арқылы барлық кнопкаларды, инпуттарды тауып алып, соңында міне осыларды шығардым. Және мен мынан X-ті бассам, бұл өшеді. Оны өшу үшін, X басқанда қайсысын өшу керек екенін білу үшін, осы листті қосатын кезде ішіне арнайы I деп қалдырғанмын. Ол индекс. Өзінің қаншасыншы индекс екенін біліп, оны массивтен өшіріп тастап, мына жерге басынан қайтадан рендер жасайды. Міне қазірше менің үйренгенім осы. Мен барлық затты міне осы JavaScript tutorial full course beginner to pro видеосынан үйреніп жатырмын. Өте жақсы видео, өзінің артында тапсырмалар бар, 240-тан астам. Мен осыдан әр айға келдім массивтарға. Одан кейін осы бір аптаның ішінде оқып бітем деген ойдамын. Мен осы курсты үйренгеніме 3 күн болса да, көп затты үйрендім. Видеоны осы жерге дейін көргеніңе көп рахмет. Мен басында бұл видеоны монтажбен сәл ойланып барып, сәл өткізіп, курсты біткен соң шығарама деп ойладым. Мүмкін ол видеода шығып қалар. Бірақ мен бүгін осыны түсіремін деп ойладым, шештім, істеп жатырмын. Ендігі алдыра не үйренгенімді, не үйренетімді бәрін осылай бөлісіп отыратын боламын. Бұл менің өзіме де сондай точка сохранения болып сақталып тұрады. Мен мысалға біраз жылдан кейін, біраз уақыттан кейін осы видеоларды қарап, мен мынандай зат мынандай кез үйреніппін ғой деп ойлай аламын. Давай, goodbye.